Міне қазір сіздерге джинсы юбкалар болады ғой, бұрын киіп жүретінбіз, алдында түймесі бар, трапеция сияқты болып келеді. Сол юбканы көрсеткім келіп тұр. Ол юбкаға, бұл менің өлшемім, 39 сантиметр белім, өксем 50 сантиметр, длина юбкам, мен әтеге ұзын істедім, 80 сантиметр. Менің ростым кішкентай. Бірінші біз длина юбканы аламыз. Міне длина юбканы алып, менің мынау миллиметровка сияқты сантиметрім, міне осы бастан қойып, 80, мен 83 алдым. 83 сантиметр, міне көргендеріңіздей, 83 болды. Қайтарылуына да алдым. Енді белгілеп алдым бүйтіп. Міне енді мен осы жерге жазып қояйын. Менде тағы түйме салу керекпін алдына. Түйме салу үшін мен мына жерден 4 сантиметрдей белгілеп аламын. Бұлай 4, бұл жерге түйме қадалынады. Міне, мен 4 сантиметрден алдым бәрі жерінің. Енді осы 4-те қосып аламын бәрін, соңына шейін сызып аламын. Міне. Мені 4-ті сызып алдым. 4-ті сызып аламда, мен бұны қазір қайтап қоям. Маған бұл қазірше керек емес. Мені қайтарып қойдым. Енді бұлай төсіп қоямын да, қазір осы жерден бастаймыз ма? Жіңішке жақтан бастаймын. Мен белін саламын. Отыны салам. Отымыз 39. Міне. 39. Міне, анық көрініп тұр 39. Біз осыны бүктеп, міне. Бүктеп, осы жерге саламын мен. Міне, мына жер болды. Енді выточкаға мен 3 сантиметр қосамын. Мінекей 3-ті қостым. Мынау 3 болып тұр. Міне. Анық көрініп тұр. Міне 3. Енді бұл жерді белін сызып алайын. Ана кішке жазбай атыр. Мынаман көрейін әзір енді. Мінекей бұны салып алдық. Енді мына бөксені саламыз. Бөксені табу үшін кез келген адамдарға бөксені табу үшін 18 сантиметрден белгілеп аламыз. Міне 18, бұяқтан да сызу үшін мен 18-ті алдым. Енді осы 18-ді бұлай сызып аламын. Мына жерге жазып қоямын. 18 түсінікті болды. Кез келген размерге саласыз. Міне осы манан мына жақа. Бұл біздің мына 50 сантиметрлік бөксеміз болды. Бөксеміз 50 сантиметр бөліп, 2-ге бөліп сала саламыз. Формуласы да былай жазады. Оғы бөлі 2-ге. Біздің оғымыз 50 сантиметр. Мінекей, қазір сіздерге көрсетемін. 50 сантиметр, міне 50. Міне анық көрініп тұр, 50. Енді осы 50-ге мына бірімізді әкеп бүктеп, енді осы жерге біз саламыз. Міне ол сызығымыз мынау болып тұр. Енді осы нүктелерді қосамыз. Енді бұлай қарайда біз осыны трапеция сияқты ала беруге болады. Міне, алды. Енді біз мұның 1 сантиметрден қойып, осы терес сызыққанан шығатын боламыз. Міне. Ұзындығы бізде 80 сантиметр болды. Мен оған 3 сантиметр қостым қайтаруға. Міне осы енді біз выточкасын салып көреміз. Выточканы қыздар арақашықтығын мынау екі юбканың, міне юбкамыздың белі тұр ғой мынау. 22 болды. Осыны бүктей саласыздар. Міне бүктедім. Ол осы жерге келді. Выточканың ұзындығы, мен өңше көрсетіп айтып отырам,
ұзындығы 10 болады, біреулерге 7-8, ол тіккен кезде көре бересіздер қанша болса да. Қарны дәулерге выточканың ұзындығы кішілеу болады, нәзік адамдардікі 10 сантиметр ала беруге болады. Міне бұлай сызып алдым. Енді біз осы выточкамызға мына 3 сантиметрді өшеден тігіп алып тастауымыз керек. Қазір қоямыз бүйтіп, міне мына жерден болды. Міне 3 мына жерден болды. Қазір бұны мынаған қосып аламыз. Міне мына жер 1,5 сантиметр болды, мынау 1,5 сантиметр. Сонда мына 3 сантиметріміз алынған кезде беліміз қыналып, әдемі болып шығады. Мінекей, слегка трапеция юбка болып тұр. Енді біз сәл клештау қылу үшін мына выточкадан төмен қарай ұзын сызық сызып аламыз. Бұл бізде уже қалай моделировать ету. Міне, сызып алдық. Енді сіздердің көретіндеріңіз осы жерді біз нергешен кесеміз. Кестім. Қазір мынаны айландырып қойдым бұлай. Енді мына выточкасын кесіп аламыз. Бір шетін. Кестім. Енді біз осыны әдемі трапеция шығу үшін біз мынаны кесіп алдым. И мына выточканың шетін кесіп алдым. Енді осыны мына сызыққа кеп қосамыз. Мына сызыққа кеп қостым. Міне сол сызық до конца тұр. Сөйтіп, бұны кішкентай скотч жабыстырып қоямыз. Міне, егер қатты кең қылғыңыз келмесе, сәл былай жылжытып отырасыз. Міне, азырақ ашасыз. Или клештау қылам десеңіз, до конца мынаны қосып жібересіз. Міне, қазір бекітіп қояйын. Мінекей, міне ағын кесіп еттім. Міне көріп тұрғандай осындай трапеция юбка шықты. Мен айттым ғой, если мына жерін, мен сонда мына жерім неше сантиметрге ашылды? 17 сантиметрге ашылды. Даже 10 сантиметрге де ашуға болады. Ол үшін мынаны алып жіберіп, мына жерді 10 сантиметрімізді белгілеп алсақ, ол мына жерге келеді де, мына жерге келеді. Біз осыны осылай қойып, мынаны клейлей саламыз. Міне, көрсеңіз, слегка клеш болды. Түсінікті болды деп өзім ойлаймын. Мұқият қайта-қайта қарасаңыз өте оңай. Бар жоғы осы ұшақ өлшем. Міне, көргендеріңіздей. Белі, бөксеңіз и ұзындығы. Ұзындығы міне қарасаңыз 80 болды. Бөксеміз, мерге жазбаппын ғой. Бөксеміз біздің 38 болды. 38 сантиметр біз бұны бөліп салдық. Бөліп салдық, а бөлек мынандай алдына 3 қостық. Выточкаға бөтен қосасыздар. Мінекей, ұзындығында салдық. Трапеция сияқты былай алдық. Енді осы трапециямызды мына жағы бізге керек емес. Тігеміз мына сызықпаны. Мына жерден мен кесіп тастаймын. Міне осылай арқасында пішіп алуға болады. Енді сіздерге алдын көрсеткім келіп тұр. Алды былай қарай қойып қояйын. Мен бағана сіздерге айттым, былай 4 сантиметр үскеп қойдым деп. Енді осы алдының түйме қадайтын жері болады. Міне осы жерге сіздер дублерін жабыстырып 2 сантиметрден болмаса мінекей осылай бүктеп клейлеп аласыздар. Міне бұл түйме қадау үшін керек бізге. Мінекей алдында түйме қадалынған. Сол үшін мына жерлерге біз түйме қадаймыз. Ара қашықтығын бірге тізбектеп, түймесі ашылмайтын қадайсызсаңыздар да болады, или ашылатын қылсаңыздар да болады. Мына етегін өзіңіз қанша жүре аласыз, сонша тастайсыз. Мінекей осы. Енді бәрі түсінікті болды деймін, өте керемет. Қазір мен осы юбкаға қалай қалтаны қай жерге салуын сіздерге көрсетемін.